эти лозунги поднимают. Мне дай, у меня много детей, у меня мало зарплаты, дай. Так а ты о чем думал? Это же твои проблемы. Яғни бұл жердегі аштықты қолдан жасап отыр. Халық саяси көзқарас үшін митингке шықпайды. Бұл Еуропа, Америка емес, Қазақстанның халқы, қазақ дейтін халық жаңағы қарыммен ойланатын халық болып қалдық. Біздің ақ сүйегімізді, біздің жақсымызды ғасырлар бойы тек қынадай қырып келді. Біз сұрыпталған халықпыз. Біз кілең игі жақсысын атқызып, шапқызып, қырғызып тастап, кілең қарынан артық ойлана алмайтын солайлардың қалған тұқымымыз. Оны айтып отырған мен де, сен де, бәрің де солайсың. Біз үшін алғанда қарым бірінші, біз жегенімізбен мақтанамыз, тойларда ет келді деп тура салтанаттап, жер әлемде жоқ салтанатпен жаңағы қойдың басын, немесе ірі қараның басын тартқанда тура қазақ ет жегенде дүние бойынша бірінші екен, қазақпен қасқырды ет жегенде мазаламау керек дейтін сондай бір құлаққа сүйкімсіз естілетін сондай бір ырбақай-тырбақай сөздер, мұна асабалардың тамадаски сөздері, бұның барлығы айналып дегенде сол жақсы көргенін айтады, жаман жегенін айтадыдан қалған, кешегі ашаршылықты көрген біздің генофондымызға жаңа қарын бірінші деп жазылып қалған, өңкей сол құл-құтан жарлы жақпайтын тұқымы болғандығымыздан сөйтіп отырмыз. Біз үшін алғанда қарын бірінші. Кім бізге тамақ берсе сол 70 екенбіз. Бізге намыс керек жоқ, бізге ұят керек жоқ, бізге ел керек жоқ, бізге мемлекет керек жоқ, бізге жер керек жоқ, бізге ештеңке керек жоқ. Жаңағы арын сатса да, ұятын сатса да, қыздар тәнін сатса да, жанын бақса болды. Кім жип мінеді, кім мәнсапты болады, кім полицияның бастығы болады, кім сот, кім прокурор болады, бол сол құдай, соған жаңағы бір жерін сатса да жанын бақса болды. Міне, құл-құтандық деңгейге түсіп қалған халық, халықтық ұлттық, яғни nation дейтін деңгейге жете алмаған халық, міне осы болады, тобыр болады. Біздің халқымыздың сапасының әбден біткендігі шетелде жүрген қазақтардан білініп тұр. Шетелде қазақтар бірін-бірі көргенде ит көрген есектей қашады. Қайталап айтам, шетелде жүрген қазақтар бірін-бірі көргенде ит көрген есектей қашып жоғалады. Ал шетелде жүрген қырғыз, шетелде жүрген өзбек бірін-бірі көргенде бірі темірмен магнит құсап жабысып қалады. Екеуі бірігіп тірлік істейді, үшеуі бірігіп ресторан ашады, төртеуі бірігіп ана бесінші қырғыз бен өзбек шақырады. Шетелде жүрген түрік барған жерінде ұйым құрады, барған жерінде діни бірлестік құрады, бизнесін ашады, сол жерде мектептерін ашады. Шетелде жүрген араб ол мешітін ашып, дінін таратып, анау жаңағы өздерінің сөзінше айтқанда жахилитта жүргендердің қатынын алып, одан әдем-әдемі бала туғызып, оны мұсылман қылып, оның дінін соның халқына таратып, арабын сөйтіп жанталасады. Ал сорлы болып, басы бірікпей, арып ашып, тозып, бірін-бірі жамандап, өсек деп, бірмен бірінің басы бір жерге қосылмай, барған жеріне сіңіп жоғалып айту, қазақ болмасам болды, құрысын жос, қазақ деген бір бәле болды ғой деп сіңіп кететін сол. Біз анау Бағдатқа барып кітап жазған қазақтарды айтамыз. Мынау Ташкенттің қаласында, Сығанақта, отырарда араб жазып, парсы тілінде, араб тілінде жазған ғаламаларды сындаймыз. Біз Әл-Фарабидің өзі шығармасын арабша жазды. Неге жазды? Соларда мен ойлаймын, осы қазақ болмай-ақ қояйықшы деді. Қазақтар шұқылап төкпектей бергеннен кейін қайтты. Мүмкін 174-ші баппен сол Әл-Фарабиді де қазақтар шұқылап сотқа тартып, сен өзі немене бастық атырып, немене бірдеңе жаза бересің, кет жары деп сонымен қашып кетті Әл-Фарабиді. Мысалы, бейбарысты құлғып сатып жібердік. Бізде жетеді ондай сұмырайлық. Біз ешқашан жаңағы құлдар өзінен артықты көре алмайды. Құлдар тек өзі сияқты құлдарды ғана жақсы көреді. Солардың деңгейінде сөйлеп, солардың деңгейінде жаңағы төмен түссең ғана жақсы боласың. Біз халқымыздың сапасын көтереміз деп, ұлтты қайта ағартамыз деп, ұлтымызды рухани қайтадан ағартамыз деп, кешегі алаш арыстар 100 жыл бұрын айтқан қазақты ағартамыз деген сияқты ағартамыз деп жанталасып жүргендегі мақсат қазақ қарынның қамы үшін емес, ұлттың намысы үшін, мемлекеттің намысы үшін, ертеңгі болашағының намысы үшін қазақ оянса екен дедік. Ал енді қазір қазақ көшеге біреулер шақыра алмай кеткен, митингіге белсенділер шақыра алмай кеткен, жерің сатылады дегенде митингіге шықпайтын, Қазақстанда әділетсіздік болғанда шықпайтын, жеке басының қамынан араса алмайтын, бұл қазақ енді үйіне келеді, астық салатын қамбасында ештеңке жоқ, мұздатқышын ашады, суытқышын қараса іші боп-бос, жерге ештеңкесі жоқ. Осындай кезде қазақ көшеге шығады. Төңкеріске барады, терактілер болады.
Ол терактілердің басын қазақ халқы өзі бастайды. Артын биліктегілердің өзі жалғасып әкетеді. Сонымен 100 Қытай өлтірілуі мүмкін. Содан Қытайдың 1-2 заводы жанып кетуі мүмкін. Содан Қытай мен қазақ ортасында дау жанжал болуы мүмкін. Ал бұл біздің жоғарғы жақтағылардың жоспары. Яғни ашаршылықты, аштықты, қымбатшылықты қолдан жасап отырғаны бұл жоспар. Сөйтеді де Қытаймен келісім бар. Қытаймен келісім бойынша Қытайдың Қызыл армиясы қазақ жеріне кіреді. Жоспар осы болды. Жоспар осы. Қытайдың Қызыл армиясын қазақ жеріне кіргізеді. Себеп сенің жеріңді сатам деді 2016. Макс Боқайлар, тағы басқа қазақтың батырларында, батыстың ер жүрек мықты қазақтары, кіші жүздің мықты қазақы қанын жоғалтпаған азаматтарға айтты, жерді сатқызбаймыз деп наразылық танытты. Биліктің көзі алақандай болды. Осы да алақтап отырған көзі алақандай болды. Сонымен ойбай деді де өтірік 5 жылға мораторий жариялады. Міне, сөйтті де ана батырларды соттады. Оны әбден түрмеде езгілеп, батырлардың рухын сындырғысы келді. Сонымен енді 21 мораторий бітер-бітпестен өтірік заң шықты. Өтірік жаңа жер сатқызбақшылар болды. Қалың маймылдар сахнаға 5 жыл бол ойнап жүрді. Шын батырлар түрмеде отырды. Өтірік маймылдарды жаңағы сахнадан халықты алдап, өтіріктен өтірік жаңа жиналыс өткізіп, өтірік маймыл конференция, маймыл комиссия құрып, сөйтіп халықтың миын ашты отырды алдап. Сөйтті де жерді шетелдіктерге, жерді шетелдік жаңа компанияларға орман егуге беретін, шетелдік кәсіпорындарға сол кәсіпорынның маңындағы жерлерді пайдалануға мүмкін деген заңды қабылдады. Яғни Қытайдың бір фирмасы кереді, жаңа Олфрамның ашатын фирма, Титанның ашатын фирма, тағы бірдеңе. Олфрамның 1 квадрат километр жерде Олфрам кенін ашып істей беруіне болады. Ол алады да сенен 500 квадрат километр жер алады. Жаңағы 10.000 гектар жер алады, 100.000 гектар жерінде алады. Атаның басы ол Олфрам, ол мүмкін жылына 10 килограмм Олфрам қазбауы мүмкін жолына. Анау Титан қазатының жылына 10 килограмм Титан қазбауы мүмкін. Ана жерді алу керек, қоршап алу керек, заңдастыру керек. Бұл Қытайдың ұлттық компаниясы. Ал енді осыны 2016-да митингке шығып қазақ жерін Қытайға беруге түбегейлі үзілді-кесілді қарсы болып сатқызбай қойды. 2021-де тағы қалың қазақ көтеріліп кетті. Әлеуметтік желіде бүкіл қазақ жерін Қытайға сатуға наразымын деген видеолар қаптап кетті. Оның басында тағы жүрдік, халыққа үндеу тастадық. Айналайын барлық кезде мен бұл жерде тұтас халыққа топырақ шашып отырған жоқпын. Менің сотыма қатынасқан 10.000 қазақ әр жолы сотқа келіп, жер тепкілеп тұрып, жаңағы тепсініп тұрып теңдік сұраған қазақ. Бұлардың сыртында олар нағыз рухын жоғалтпаған, ата-бабасының ерлік батырлық рухын бойында бар нағыз алтын қазақтар солар. Тағы да басқа жерде анау шет ауылдарда жүріп, қазағым ұлтым деп жүрегін жұлып беріп жатқан небір алтын ұлдар мен қыздар бар. Олар сол бізде қалған жаңағы жыртық шекпенде ілулі тұрған алтын түйменің сынығы сияқтылар. Алтынның сынығы, асылдың қиығы олар.